2025 жыл елімізде болған қай оқиға есіңізде қалды? Есімде жоқ. Біздің бас вице болып кетті. Екі зам вице болып кетті. Қоғамда есімде жоқ. Ой, білмедім ғой. Елде көп қызықшылық болып жатыр ғой қазір. Еліміз дамып жатыр, көптеген жақсы жағдайлар болып жатыр. Қайрат пен Реалдың футбол есте қалғандай болды ғой негізі. Көп жақсы жаққа негізі көп изменения отыр ғой биыл. Мысалы, шекаралас мемлекеттермен қанша келісімге отырып жатыр, сол мәселелер. Экология жағынан көп өзгерістер болып отыр. Очень много событий в Казахстане произошло. Приезжали мировые звезды. Очень много сделано со стороны нашего президента для того, чтобы улучшить жизнь населения страны. Вот за это ему огромное спасибо. Мы боимся камер, извините. Не болды бізде. Есіме түсіре алмай жатырмын. Футбол Қайрат командасы жаңағы Реал Мадридпен ойнады. Сол жердегі анау жас қақпашы кәдімгідей есте қалды. Лифтағы жағдай болған. Сол есіме қатты қалып қалды. Өйткені кішкентай баланы өз інімдей сияқты көремін, әр баланы. Сол үшін ана істеген балам дұрыс емес. Аутизм бір бала болды ғой, лифтта пышақтап кетті. 3-4 жастағы қызды. Білмеймін. Әркім әрқалай ғой. Не знаю, я даже не интересовался. Для нас он прошел своеобразно, скажем так, с определенными успехами или неуспехами. Но, в принципе, замечательно. Енді білмейді екем, ол керемет бір оқиға есімде болатындай. Көп біз ешқайда шықпағаннан кейін шығар мүмкін. Менің есімде қалғаны, өзімізде өткен біздің Қазақстан биыл тамаша футболшыларымыз керемет ойын көрсетті, міне әлемдік деңгейге шықты, есімде қалғаны. Басқа жаңа біздің Қазақстанға шетелден мықты әншілер келіп бізге концерт қойып жатыр елімізге. Ол да бір қуанышты жағдай елімізге. Одан кейін мына біздің Димаш Құдайберген әлемдік тур 3 жылдық жаңа әлемдік концерт беріп жатыр. Әр елге барған сайын жақсы керемет қабылдап жатыр, аншлагпен. Сонысы бізді тамаша қуантып жатыр, есімде қалғаны.